Адамдардың күніңді аш қарынға су ішуден баста дегенін естігеніңіз бар ма? Иә, мен де естігенмін. Оңай сияқты көрінеді, солай ма? Бірақ мәселе мынада, көбіміз мұны дұрыс жасамаймыз. Қазір түсіндіріп берейін. Таңертең бірінші кезекте су ішу өте маңызды. Ол ағзаларыңды оятады, бойыңдағы зиянды заттарды шығарады, және күні бойы зат алмасуды жақсартады. Өзіңді сергек әрі жинақы сезінесің. Шынымен де, бұл құпия супер күш сияқты. Бірақ барлығы жасайтын бір қателік бар. Және маған сеніңіз, бұл үлкен қателік. Көп адамдар суық суды алып, тез-тез ішіп қояды. Таныс жағдай ма? Мәселе мынада, суық су ас қорыту жүйесін шошытып, зат алмасуды баяулатып, тіпті асқазан түйілуін тудыруы мүмкін. Дұрыс жолы қалай? Жылы суды асықпай, кішкене жұтымдармен ішіңіз. Денеңізге жұмсақ ояту сигналын беріңіз. Бұл асқазаныңызды таңғы асқа дайындауға көмектеседі. Денеңізді терең гидраттайды, және ешқандай жағымсыз әсерсіз ас қорытуды жақсартады. Келесі жолы мұздай суды ішуді доғарыңыз. Бір сәт тоқтап, асықпай ішіңіз, сонда денеңіз пайдасын көреді. Бұл кішкентай өзгеріс, бірақ денсаулығыңыз сізге алғыс айтады. Бұл қателік таңертеңгі уақытыңызды бұзуына жол бермеңіз. Ертең сынап көріңіз де, айырмашылығын сезініңіз.